Балалар, бүгінгі сабағымызда математиканың ең іргелі тақырыптарының бірі логарифмдер тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Логарифмдерді ең алғаш рет шотландиялық өнертапқыш Джон Непер ойлап тапқан екен. Ол кісі күрделі есептеулерді жеңілдету мақсатында ойлап тапқан. Мұны біздің бүгінгі сабағымыздың эпиграфы ретінде алып отырған Лапластың сөзі де дәлелдейді. Логарифмдерді ойлап табу астрономдардың жұмысын жеңілдетіп, олардың өмірін ұзартты дейді. Шамамен балалар, осыдан 30-40 жыл бұрын қалтасында логарифмдік сызғышы жоқ инженерлерді елестетудің өзі қиын болатын. Уақыт өте келе калькуляторлар пайда болды, компьютерлер келді, түрлі есептеу техникалары дамыды еді. Енді сендерге мынандай сұрақ. Техниканың осындай дамыған заманында логарифмдерді оқып үйренудің қажеті бар ма деген сұрақ туады. Мен сендерге осыған байланысты бірнеше сұрақтарды дайындап келген едім. Қазіргіде есептеу техникасы дамыған заманда логарифмдерді оқып үйренудің қажеті бар ма? Гүлжан? Менің ойымша қазіргі дамыған заманда бізге логарифмді оқып үйренудің қажеті жоқ, себебі бізде қазір жеңілдетілген түрі, бізде калькулятор бар. Сол үшін менің ойымша логарифмдерді оқып үйрену керек емес. Жақсы, тағы кім? Гүлжанның айтқанымен келісесіңдер ме? Аяжан? Қазіргі заманда калькулятор болса да, бізге логарифмнің қалай шыққанын түсіну қажет. Сол үшін біз логарифмді оқып білу керек. Жақсы, иә? Жаңағы есептеу техникасын қалай жұмыс істеп тұрғандығын, жұмыс істеу принципін өте жақсы түсіну үшін бізге логарифмдерді оқу керек дейді Аяжан, иә? Келесі, неліктен табиғаттағы көптеген процестер, халық санының өсуі, дыбыстың күші, жер сілкінісінің магнитудасы, робототехникадағы есептеулер логарифм арқылы модельденеді. Иә? Өйткені табиғаттағы құбылыстар біртіндеп олар өседі, немесе кемиді, ал олардың тиімді жолы логарифм болып табылады. Жақсы, өте жақсы, Венера. Тағы бармай айтатын маған келесі сұрақ. Логарифмнің нақты өмірде не үшін қажет екенін білесіңдер ме? Иә, Нұралы? Егер біз логарифмді білмесек, онда дыбыстың қалай өлшенетінін, жер сілкінісі неліктен 4 бал емес 6 бал екендігін, және де ақша қалай өсетінін түсінбей қаламыз. Жақсы, өте жақсы, иә? Ендеше балалар, бүгін STEM бағытындағы сан логарифмі және оның қасиеттері деген тақырыпта сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтағы оқу мақсаты логарифмнің қасиеттерін білу және оны логарифмнің өрнектерді түрлендіруде қолдану. Балалар, келесі кезекте Wordle платформасынан есептер шығарып көрейік. Есепті ауызша шығарамыз. Бірінші есеп. Кәне, жауабын кім айтады екен? Альбина? Жауабы бірге тең болады, себебі логарифм қасиеті бойынша негіздері бірдей болса бөлінеді, 40-ты 4-ке бөлсек 10, логарифм 10 негізі 10 бірге тең болады. Өте жақсы. Жақсы жауап берді. Келесі ондық логарифм дегеніміз. Гүлжан? Ондық логарифм дегеніміз ол негізі 10 саны болатын логарифм. Жақсы. Келесі. Өте жақсы, білем Гүлжанды бағалап қойып. Келесі есепте, ауызша есептейміз, жауабы жібер. Мән 8-ге тең, себебі 4-ті 2-ге бөлсек 8 болады. Өте жақсы айтты. Келесі есеп білем. Теңдеуді шеш дейді. Кәне кім? Жанлы. Кім айтады дейді? Нұрсұлтан айтады дейді. 3 болады, себебі 3-тің бір дәрежесі 3-ке тең болады. Өте жақсы Нұрсұлтан. Міне Нұрсұлтанды бағалап қояйық. Келесі. Натурал логарифм дегеніміз. Гүлжан? Натурал логарифм дегеніміз ол негізі е саны болатын логарифм. Өте жақсы. Келесі. Міне мына есептейміз дейді, ауызша ойымызға сақтап алайық та, есептеп көрейік. Кәне жауабы неше екен болады? Жауабы кім айтады? Иә, Жаннұр? Жауабы 5-ке тең болады, дұрыс айтады, иә? 12-ні 8-ден 3-ке бөлген кезде терісіне көбейткен, сол кезде 5 шығады. Жақсы. Келесі. Міне мынандай есеп екен келесі.
айтады жауабын? Айта ғой. Бірге тең болады, себебі 3-4 дәрежесі деген 81. Сонда логарифм 2 негізі 4 қалады. Логарифм 2 негізі 4, 2-ның 2 дәрежесі 2. Сонда логарифм 2 негізі 2 бірге тең болады. Өте жақсы жауап берді. Балалар, бұл есепті білесіңдер, ұбт форматында да жүретін есеп, иә? Келесі, міне теңдеуді шешеміз. Логарифмнің анықтамасының қасиетін пайдаланамыз. Және басқа тағы кім айтады? Жауабы нешеге тең? Я айта қояйын. 1/16-ға тең. 16-дан 1-ге тең. Жақсы. Себебі 2-ның -4 дәрежесі 16-дан 1-ге теңдейді. Келесі есеп бізде. Келесі есеп кім айтады жауабын? Қане? Я айта ғой, кім 36. 36-ға теңдейді. Я неге? 2-ге бөлсек 36. Ой, Я венераль күрсет қатесін? Я айта ғой? 6 квадраты 36-ға тең. 6 квадраты 36-ға теңдейді. Я балалар шашқалақтамайды есеп шығарған кезде. Келесі. Мен мына жерде жауап нешеге тең болатындығын айтамыз. Кәне, кім айтады? Я? Балалар, кім айтады жауабын? Кәне, басқа тағы Аяжан? Нешеге тең жауабы? -3-ге тең. -3-ге тең. Дұрыс айтады, жақсы балалар. Міне балалар, Word формасындағы есептерді де шығарды. Балалар, сендерге үй тапсырмасына шағын зерттеу жұмысы тапсырылған болатын. Сендердің қалай орындап келгендеріңді көрейік. Барлығын тақтаға қараңдаршы. Кәне, бәріміз экранға қараймыз. Мына суреттерді не байланыстырып? Логарифм байланыстырып тұр екен, иә? Ендеше сендерге жасап келген зерттеу жұмыстарыңды көрейік. Қазір қайсы топтайын бірінші? Бірінші топтайымыз дейді, ал келе қойыңдар. Біздің жүргізген зерттеулерге сәйкес, жер сілкінісінің әрбір саны 10-дық дәрежемен бөлінетін логарифмдік шкала Рихтер шкаласымен өлшенеді. Зерттей келе бұл сұрақтардың барлығы логарифм ұғымымен байланысты. 1935 жылы Рихтер жер сілкінісінің күшін сандық түрде көрсету үшін логарифм шкаласын ұсынды. Жер сілкінісі 10-дық логарифм арқылы өрнектелінеді. Оның формуласы бұл жерде М дегеніміз магнитуда, А дегеніміз амплитуда, А0 дегеніміз тербеліс саны. Мысалға алсақ, бізге амплитуда 2000-ға тең болсын, ал тербеліс санын 20 деп алайық. Сонда бізде магнитура 2000-ді 20-ға бөлеміз. Ол дегеніміз логарифм 10 негізі 100, ол 2-ге тең болады. Өте жақсы. Және де жер сілкінісінің амплитудасы өте үлкен шамада өзгереді. Бір сілкініс екінші сілкіністен 10 есе, 100 есе, тіпті 10 есе күштірек болуы мүмкін. Ал қойған сұрағым бар дейді. 4 балдық жер сілкіністен 5 балдық жер сілкінісі қанша есе күшті? Себебі 5 балдық жер сілкінісінің қуаты 4 балдық жер сілкінісінің қуатынан 10 есе күшті болады. Болдық па? Берген Рихтер шкаласы және логарифм деген тақырыпта зерттеу жұмысын өте жақсы орындап келген екен, иә? Келесі қайсы топтайын бізде? О, иә, келе ғой. Екінші топ бізде экономика және логарифм деген тақырып берілген екен, иә? Экономика бізде ақшаның қозғалысын, бағаның өсуін және қаржыны зерттейтін ғылым. Экономикалық модельдеудің басты бөлігі өсім, пайыз, несие. Және бұны есептеу үшін математикалық құралдарға сүйенеміз. Сол құралдар ішінде логарифм ең маңызды болып табылады. Мұғалімге сұрақ қойыңызшы. Ал қойған сұрағым бар дейді сендерге, иә? Ақша неше жылда 2 еселенеді? Бұл сұрақ ел экономикасының өсуін болжауда да жиі қолданылады. Мысалға біз банкке 100 000 теңге салатын болсақ, жылына банк 8% береді деген секілді.
Ал мынау біздің болашақта ақша мөлшерін есептейтін формула. Бұнда формулада А дегеніміз соңғы ақша, ал П дегеніміз алғашқы салым, R дегеніміз пайыздық мөлшерлеме, ал Т дегеніміз жыл саны. Бұл зерттеулер арқылы біз логарифм экономикадан маңызын қарастырдық. Жалпы біз логарифмді өмірде пайыздық өсімді есептейтін кезде, инфляцияны болжайтын кезде, сонымен қатар шешетін өсімнің мерзімін есептейтін кезде, инвестицияның табысын есептейтін кезде, сонымен қатар ел экономикасын салыстыратын кезде тоже қолданамыз. Қорытындылай келейік, логарифм дегеніміз бұл қаржы жүйесін терең түсінуге және де тиімді жұмыстар жасау үшін бізге керек маңызды математикалық әдіс. Екінші топ жақсы орындап келген екен, тапсырмасын отыра қойыңдар. Келесі балалар бізге үшінші топ IT және логарифм деген тақырып берген, дайын болсақ келе қойыңдар. Бізге берген IT және логарифм қазіргі IT индустриясы кезінде программалау және жасанды интеллекті мәліметтер құрылымын осы математикалық модельге сүйене отырып жасайды. Сол модельдердің ішіндегісі ең маңыздысы осы логарифм. Логарифм арқылы біз жұмыстың жылдамдығын бағалай білеміз және үлкен деректе мәліметтерді сұрыптай аламыз. Бұл зерттеу жұмысында біз логарифмдердің IT саласындағы нақты қолданылуын, сондай-ақ тиімділігін анықтаудағы маңызын қарастырдық. Мысалы, біз айтатын болсақ, миллион элементтен тұратын массивті іздеу үшін небәрі 20 адам жеткілікті. Себебі миллион санын екі негізгі логарифм жуықтап алған кезде бізде 19,90 шығады. Компьютердің ақпарат көлемін өлшеу үшін бізге екі логарифм арқылы өлшенеді. Белгілі бір ақпарат көлемін өлшеу үшін бізге қажет биттер саны n тең 1000 санның екі негізгі логарифмі тең болғанда 9,97 жуық шамамен 10 бит болады. Біз қойыңыз. Ал қоя ғой, сұрағым бар дейді. Егер де 1 миллион элемент іздеуге 20 қадам кеткен болса, онда 1 миллиардқа қанша қадам кетеді? Тіпті 1 миллиард элемент болса да 30 қадам жеткілікті. Зерттеу нәтижесінде логарифмнің IT саласында өте маңызды екені белгілі болды. Ол есептерді шығаруда және ақпараттармен жылдам жұмыс істеуге көмектеседі. Сол себепті IT саласында логарифм өте қажет. Біздің үшінші тобымызда көптеген мәліметтерді келтіріп зерттеу жұмысын өте жақсы орындап келген екен. Отыра қойыңдар. Міне балалар, үш топтың жасап келген жұмыстарына қарап, логарифмдер тек қана есептер шығару үшін емес, жалпы дүниені түсінудің кілті екенін көрдік. Кез келген істің өнімді табысты болу үшін ең басты үш шарт керек екен. Ең бірінші ниет керек, екінші күш керек, бұл жердегі ең басты күш білім екенін білесіңдер, үшінші тәртіп керек. Тәртіп бар жерде жауапкершілік бар, тәртіп бар жерде сыйластық бар. Бұл жауапкершілік, сыйластық, адалдық, әділдік деген сияқты қасиеттер қоғамымыздың берік іргетасы болмақ. Сондықтан да балалар, әркім өзінің істеген ісіне, сөйлеген сөзіне, басқан қадамына мұқият болған жөн. Сонда ғана біздің қоғамымыз гүлденіп дами түседі. Балалар, келесі кезекте бізде жұптық жұмыс, мына жердегі есептердің қай жерінде қате тұрғандығын табуларын керек. Қазір бір-бірімен ақылдасып шығаруларына болады. Әне балалар көрдік пе? Бір-бірімен ақылдасып алдыңдар ғой. Ал енді бірінші тексеріп көрейік, қаншалықты шығарғандарыңды. Бірінші есепте бізде қатесі қай жерде екен, қане кім табады? Кім? Біз ақылдаса келе 34 орнына 64 болады деп шештік. Себебі логарифм қасиеті бойынша негіздері бірдей болса көбейтсек, сонда 32-ні екеу өтсе 64 болады. Ол айтуға тең. Ендеше 34-ті орнына неше тұру керек дейді? 64 деген сан тұру керек дейді. Жақсы, келесі бізде қандай сан тұру керек? Ал,
бұл жерде 40 да 9 тұрады. Себебі логарифм қасиеттері бойынша негіздері бірдей болса, олардың астындағы өрнектер бөлінеді. Сол кезде 45-ті 5-ке бөлсек 9 болады. Логарифм 3 негізде 9, 2 десем болады. Жақсы отыра ғой. Так, келесі. Аяжан дайын дейді, айтам дейді. Жауабы 4 емес, 2, себебі 16 4-тің квадраты. Иә, дұрыс айтады. 4 болмайды, ол жерде 2 төгу керек дейді. Өте жақсы, келесі тапсырманы бізге. Кәне, қатесі қай жерде кім жауап? Иә? Мына жерде 8 емес 4 болады, себебі 4-тің квадраты 16. 4 деген сан төгу керек дейсіз ба? 8-дің орнына өте жақсы, келесі. Келесі, айта ғой, жібек. Мәні 36-ға тең болу керек, себебі логарифм алдындағы сан 2, 6-ның дәрежесі болып барады, сонда 6-ның квадраты 36. Мәні 36-ға тең болу керек. Иә, өте жақсылар. Келесіздер ме барлығы? Иә. Бізде жұптық жұмысы Жанның жауап берді, өте жақсы. Дина жауап берді. Жан және Жібек жауап берді. Иә, тағы да бізде Аяжан жауап берді. Келесі. Қазір балалар деңгейлік жұмысты орындап көрейік. Тақтада 3 деңгейлі есеп тұр. А деңгейі, Б деңгейі, С деңгейі. Кім қандай деңгейді шығара алады? Өз еріктерінде, иә. Қазір мен сендерге былай шаратып берейін. 3 деңгейлік жұмыс. Тақтадан да көрініп тұр ғой, тақтада, иә? Деңгейлік жұмыстарым. Ал орындап көрейік, кәне. Тақтадан көрінеді ғой, иә, бәріне. Сонымен балалар есептеп болдыңыздар, иә, дайынбыз бар. Ендеше есепті көрейік. Мына А деңгейінің есебін алып шығарайық, иә балалар? Логарифм бір санның 4 негізгі логарифмі. Я нұршықтан айтам дейді? Бұл есепте 0 шығады. Себебі 4-тің 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Өте жақсы нұршықтан. Жақсы отырған келесі. 10-лық логарифмге кім айтады? Кәне? Я айта ғой? 2 шығады, себебі 10-нан 2 дәрежесі. 100 болады, е? Жақсы. Аяжан жақсы айтты. Келесі балалар, Б деңгейдің есебін кім шығарады екен? Кәне? Қайсысын шығарасың? Б деңгейдің. Басқа тағы да кім шығарасың? О тағы, ал жібек келе ғой.
логарифмнің негізінің дәрежесінің формуласын қолдандық. Иә, жауабы 1,15-ке жетеді. 15 шықты. Өте жақсы балалар. Бар ма сұрақтар жүйелікке? Ал отыра ендеше. Келесі, количество деңгейдің есебін шығарайын. Кәне, тағы басқа Гүлжан шығарам дейді, Аяжан шығарам деп отыр, Жаннор шығарам дейді, Альдина келе ғой. Жазу отырамыз олар көтерген. Түсіндіріп бере ғой, қалай шығардық? Бұл есепті шығару кезде бізге логарифмнің қасиеттері және градусты формулаларды білу керек. Косинус 30 градуста бізде түбірасты 3 бөлінген 2-де тең, ал синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең. Логарифмнің қасиеті бойынша негіздері бірдей болса, астындағы өрнектері бөлінеді. Сонда бізде логарифм 3 негізді түбірасты 3 бөлу 2-ні 2-ден 1-ге бөлсек, түбірасты 3 қалады. Оны түрлендірсек, логарифм 2-ден 1 негізді, логарифм 3 негізді 3-тің 2-ден 1 дәрежесі деп аламыз. Логарифм 3 негізді 3 1-ге тең болады. Сонда бізде логарифм 2-ден 1 негізді 2-ден 1 1-ге тең болады. Өте жақсы балалар, иә? Өте жақсы орындалды. Міне ординация деңгейінің есебін отыра ғой жақсы Альдина. Балалар, келесі кезекте бізде ауызша жұмыс логарифмдік мозаика. 81 санының 3 негізді логарифмі бірінші тұрған, иә? Төрт кетен жақсы келесі 16 санының 4 негізді логарифмі көріне ғой сіздерге, иә? Айда ғой? 2 кетен. 2 кетен жақсы келесі 49 санның 7 негізді логарифмі Еркежан, ау? 2 кетен. Я және келесі келесі қайсың? Тани Гүлжан? 3 кетен дейді, иә? Жақсы келесі 1 санның 5 негізді логарифмі Нөлге келейік. Жақсы келесі 7 санның 7 негізді логарифмі Аяулым? 1-ге тең. 1-ге тең. Жақсы келесі есепті қанауыш есептеп жүрейік келесі тұрған 5 дәрежесінде 2 плюс 3 санның 5 негізді логарифмі. Альдина? 75-ге тең. Жақсы, ең соңғысы 10 логарифмі 0,1 санның 10 негізді логарифмі. Кәле? Минус 3-ге тең. Жақсы, иә? Себебі 10-ның минус 3 дәрежесі екен. Минус 3-ге тең дейді. Балалар, логарифмге байланысты есептер ұлттық бірыңғай тестілеудің форматында да өте көп кездесетін сендер білесіңдер, иә? Өздерің шығарып жүрсіңдер, отыра дайындалып жүрсіңдер. Міне сондай есептерден бізде есептер құрастырып әкелген едім. Қазір тест есебін шешесіңдер. Көрінеді ғой тақта барлықтарына, иә? Иә.
сабақтары көрсетілген. Әркім өзі бағаласын. Мен қазір асық әдісімен бағалайық. Бұл жерде 5 деген баға неше жауап? 5 жауапқа бірдей жауап берсе 5 деген баға қойылып тұр. Қазір әркім өзінің балын көрсетеді. Қане балалар, асық әдісімен бағалап жіберейік. Сонымен бір жауапты көрдік қой тақтадан. Екі өзімізбен салыстырып шешімін шығарайық. Сонымен қане әркім өзінің алған балын көрсетсін. Көрейік. Нұрсұлтан 4 бал алыпты. 4 деген баға алдым дейді. Альбина 5 сұраққа да жауап берген екен. Ибрахим жауап берді. Өте жақсы. Аяжан көрсетпей отырсың ғой. Аяжан да 5 сұраққа жауап бердім дейді. Қайсар 4 сұраққа жауап берген екен. Жүректе 4 сұраққа. Мына екінші топтың барлығы 4 сұраққа жауап бердік дейді. Өте жақсы балалар. Балалар, міне біздің бүгінгі сабағымыз аяқталайын деп қалды. Сабақтың басында біз күрделі есептеулерді жеңілдету мақсатында ойлап табылған логарифмдерді қазіргі заманда оқып үйренудің қажеті бар ма деген сұрақ қойған едік. Жауап беретін кез келген сияқты, иә? Логарифмдер тек математикамен айналысатын адамға ғана емес, өмірдің көптеген саласында қолданылады екен. Геологияда жер сілкінудің Рихтер шкаласында, уақыттың логарифмдік шкаласында, химияда ортаның қышқылдығын анықтайтын шкалада, дыбыс физикада дыбыс деңгейі және өздері айтып жатырсыздар. Жарықтың күші, радиоактивті ыдырау кезінде, биологияда бактериялардың көбеюінде логарифмдер қолданылады екен. Сондай информатикада логарифмдердің жылдамдығын есептеуде де логарифмдер қолданылады екен. Бүгінгі сабағымызға балалар кері байланыс жасап көрсек. Тапсырмалардан алынған ақпарат қызықты болды ма сендерге? Иә? Себебі өмірде білімнің қажет екенін тағы да білдік. Логарифмді компьютерлерде және құрылыстарда қолданатынын білдік. Жақсы. Келесі, алған білімдеріңді қайда қолдана аласыздар? Венера? Мен келешекте экономика саласын таңдап алдым, сондықтан маған логарифм керек деп ойлаймын. Жақсы. Топта көмек алдыңыз ба? Иә? Әсіресе жүкті жұмсаған кезде біз есептерді оңайлықпен шеше алдық. Келесі, тапсырмамен жұмыс жасағанда қиындықтар болды ма? Бізге қиындықтар болған жоқ, себебі біз логарифмнің формулалары мен қасиеттерін білгендіктен бізде есептер тез шықты. Есептерді шығару оңай болды. Өте жақсы балалар. Балалар енді үй тапсырмасын алып алайық. Үйге оқулықтан 20-да 13-ші есеп және логарифм және музыка деген тақырыпта естілер жазып бересіңдер. Балалар, міне сабағымыз аяқталып қалды. Қазір бүгінгі сабаққа кері байланыс жасап жіберейік, иә? Бүгінгі сабақ түсінікті деген басайық, иә? Жылдамырақ. Міне балалар, барлығына бүгінгі сабақ түсінікті болған екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.